Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен өзімнің каналымда сіздермен түрлі өзім қолданып көрген пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Менің каналыма жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Бүгін сіздермен бөлісетінім бөлме гүлдеріне арналған топырақ. Бұл бізде перлит. 100 грамм перлит алдым. Және теолит. Осындай бір пачкасын алдым. Бағалары да өте қолжетімді. Гүл сататын немесе гүлдің заттарын сататын дүкендерден таба аласыздар. 1000 мл деп қойыпты. Осының жартысын қосамын. Және торф, агробалт деген торф. Осыны қосамын. Және топырағымыз теравита. Арнайы гүлге арналған теравита топырағы. Объемы 5 литрлігін алдым. Осы 5 литрлігі мендегі бөлме гүлдеріне жетеді деген ойдамын. Негізі осы теравита топырағының өзіне де бөлме гүлдерін отырғызуға болады. Мен алдында гүлдерімді осы топыраққа отырғызып келгенмін. Ешқандай қоспасыз теравита және де басқа осындай арнайы топырақтарға отырғызатынмын. Енді бірінші рет сіздермен бірге осындай қоспа дайындап гүлдерімді отырғызып көрейін деп жатырмын. Осы 5 литрлік, объемы 5 литрлік теравита топырағына жарты килограмм торф салдым. Агробалт деген торф. Бұл да үлкен қаппен сатылатындықтан осылай граммдап, килограммдап алсаңыздар болады. Және осы теолиттің жартысын қосамын. Менде бөлме гүлдері аса көп емес. Мен өзім бір гүлді алып, соны толық зерттеп, қай кезде су ішеді, қалай өседі деп, күз мезгілінде қалай болады, қыс мезгілінде қалай болады деген сияқты әбден зерттеп барып, сосын көбейтемін. Ал оған дейін бір гүлді алып толық зерттеп отырамын. Теолиттің жартысын қостық. Енді осы перлиттің, 100 грамм перлиттің осылай жартысын қосамыз. Ешқандай есептеп қосып жатқан жоқпын. Өзімнің бөлме гүлдеріме жетеді деген шамамен, көз мөлшермен қосып отырмын. Негізі бөлме гүлдерінің топырағы өте жеңіл. Борпылдақ топырақ дейді ғой, сондай борпылдақ топырақ болса, бөлме гүлдері жақсы өседі екен. Мінекей, осылай жақсылап араластырып аламыз. Сосын гүлдеріңіздің ыдысын неғұрлым тар ыдысқа, яғни кішкентай ыдысқа отырғызғандарыңыз жақсы. Тамыры қысылып өссе, гүл жақсы өседі. Енді осы топыраққа, мінекей жеңіл борпылдақ топырақ пайда болды. Осы топыраққа енді сансеверия гүлін отырғызамын. Менде осындай, осы гүлді бірінші рет өсіріп отырмын. Жазда біреуден алғанмын, яғни атроска жанынан бөлініп шыққан екі жапырағын тамырымен алып келгенмін. Сол тамырмен өсіп көбейіп жатыр. Енді осы бір бөлігін алып, осы ыдысқа, осы арнайы дайындаған топыраққа отырғызып көреміз. Мінекей. Гүлдеріңізді неғұрлым тар ыдысқа, кішкентай ыдысқа отырғызыңыздар. Мінекей, бұны 2 күн бұрын суғарған болатынмын, су құйған болатынмын. Бұл сансеверия гүлі аса қатты күтімді қажет етпейтін гүл. Мінекей, тамыры жақсы, тамырын жұлып алмай, үзіп алмай, ақырын аламыз. Жапырағы да қалың. Бұл гүлді көп суарудың қажеті жоқ. Мінекей, осындай арнайы топыраққа ғана отырғызатынмын. Ешқандай қоспасы жоқ. Мінекей, бұл үлкені осы ыдыста қалады. Бұл гүл кез келген жерде өсе береді. Тек уақытылы суын құйып тұрсаңыз, суды да көп аса қажет етпейді, өйткені жапырағы қалың. Жапырақтың өзінде, яғни су жиналып тұратын гүлдердің бірі. Неғұрлым
жарықта ұстаған жақсы. Негізі гүлдер, бөлме гүлдері күніне 8-10 сағат жарықта тұру қажет. Мына жерде астыңғы алғашқы 2 жапырағын алып тастадым, өйткені тереңірек отырғызсам, ол жапырақтары топырақтың астында қалып кетпекші, сол үшін ең алғашқы жапырақтарын алып тастадым. Мінекей, енді осы гүлдерді нәтижесін сіздермен бірге бөлісіп отырамын. Келесі видеомда фикус гүлін, орхидея гүлдерін қалай көбейтуге болады, қалай отростка алуға болатынын жайлы видео шығарамын. Сіздермен бірге жасаймыз, сіздермен бірге нәтижесін көреміз. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, келесі видеоларды күтіңіздер. Осы бөлме гүлдерін сіздермен бірге зерттеп, сіздермен бірге өсіретін боламын алдағы уақытта. Нәтижесін сіздермен бөлісіп отырамын міндетті түрде.